Good day, everyone. Бізде бүгін ағылшын тілін үйрену 4-ші сабақ. Жалпы қарапайым сөйлемдер құрастыруды үйретемін. Көп адам ағылшынша сөйлем құрастыратын кезде to be-ді шатастырады. To be деген бізде көмекші етістік бар, сонымен етістікті көп шатастырады. Егер бізде етістік, яғни бізде іс-әрекет болса, мысалға мен комедияны ұнатамын. I like comedy. I like, яғни мен ұнатамын. Бізде ұнатамын деген қазақ тілінде соңында тұрса етістігіміз, ағылшын тілінде ол бастауыштан кейін тұрады. Мен ұнатамын. I like, яғни. Енді бізде іс-әрекет жоқ, ұнатамын деген сияқты. Просто менің ұнататын фильмім комедия дейтін болсақ, my favorite film is comedy. Міне осы кезде, яғни бізде ешқандай іс-әрекет жоқ. Егер сіз my favorite film comedy десеңіз, онда ол қате болады. Өйткені біз is'ді қоюымыз керек. Is дегеніміз to be-ге жатады. Сол үшін, яғни іс-әрекет бір жасалып жатқан іс-әрекет жоқ болса, онда бізге to be көмекші етістігі көмекке келеді. Енді сол to be етістікке тоқталсақ, ол яғни present simple біз бәріміз білеміз. I am, you are, he, she, is, we, you, they, яғни көпшіліктердің бәріне a. Өткен шақта I was, you were, he, she, itқа was, және көпшіліктерге were. Яғни future-да, will деп қана берді, мен be-ді қосып қойдым, will be болады. Енді мысалмен көрсетемін. I am 10 in 2024. Мысалға 2024 жылы мен 10-дамын. Яғни осы жылы мен мысалға 10-да болсам, алдыңғы жылы мен 9-дамын деп айтатын болсам, сол am-нің өткен шағы was далам. I was 9 in 2023. Яғни жылды екі түрлі оқысақ болады. Егер 0 болса, 20-23 деп бөліп оқысақ болады. Немесе 2023 десек те қате емес. Енді 2025 жылы мен 11-ге толамын. Яғни келер шақта айтатын болсақ, I will be 11 in 2025. Міне көріп тұрмыз ғой. Сонда мен 10 жастамын деген кезде ешқандай іс-әрекет жоқ, бірақ мен оны айтуым керек. I 10 деп айта алмаймын. Сондықтан бізге to be керек. Қазіргі уақыт болса I am-ді алып тұрып, бұл I жағдайына байланысты, you болса you are деп өзгереді. I was 9. Өткен шақта мен 9-да болғанмын болса, I was 9, you were 9 болады. Was өзгеріп кетеді you болған кезде. He, she, itті was болады деген сияқты бастауышқа қарап отырамыз. Жаңа кестені назарға аламыз сонда. I will be 11. Will be'дің жақсы жері барлық бастауышқа кете береді. You, he, she, it бәріне will be. Енді етістікпен тағы да айтсақ, бұл болымды сөйлем. I swim well. Мен жақсы жүземін. Осы жерде мен жүземін қалай жақсы well, яғни үстеуіміз етістіктен кейін тұр. I swim every day. Мен күнде жүземін. Мен жүземінді айта аламыз, сосын күнде дегенді басына қойсақ болады, немесе соңына қойсақ болады. Every day. I read a book. Мен кітап оқыдым. Бүгін болса мысалға. I read. Мен оқыдым нені? Енді біште тоқтаушымыз зат есім немесе a book соңында тұр, яғни етістіктен кейін тұр. Сонда біз бастауыш, сосын етістік, сосын қалған мүшені қояды екенбіз. Енді болымсыз айтатын болсақ, бізге көмекші етістік деген нәрсені білу керек. Осы жақта біз do, does'ды қолданамыз. Мына жерде do'дің мысалында беріп тұрмын. Мен жақсы жүзбеймін десек, біз етістіктің алдына көмекші етістік деген do, соған not қосамыз. Сол кезде I don't swim well. Мен жақсы жүзбеймін. I don't swim every day. Мен күнде жүзбеймін. Don't swim болып тұр. I don't read a book. Мен кітап оқымадым. Енді осы жерде he болса doesn't болады ол кезде. He doesn't swim. He doesn't swim. He doesn't read болады. She болса да, яғни he, she, itті біз does дегенді аламыз, doға s қосамыз. Енді сұраулы сөйлем жасау үшін көмекші етістікті біз бастауыштың алдына шығарамыз. Ең бірінші орында бізде көмекші етістіктен басталады. Сұраулы сөйлем.
Do I swim well? Мен жақсы жүземін бе? Don't you swim every day? Сен күнде жүзбейсің бе? Әдейі don't қойдым, себебі көбінесе сұрап жатады, do'дан бастаймыз ба сұрақты деп, don'тан бастамаймыз ба деп. Don'тан да бастауға болады, ол кезде біз просто ба, бе, па, пе деген жұрнақты қосамыз қазақ тіліндегі. Don't you swim every day? Сен күнде жүзбейсің бе? Бе дегенді білдіріп тұр, not деген сонда. Do you read a book? Сен кітап оқыдың ба? Яғни, тағы да do, енді біз you'дің мысалында беріп тұрмыз, өйткені мен кітап оқыдым ба дегеннен гөрі сен кітап оқыдың ба деп көбіне жиірек сұраймыз, сондықтан do you read a book? Енді бұларға жауап беретін болсақ біз do мен сұрақ қойсақ do мен жауап береміз. Yes, I do. No, I don't. Егер does мен қойсақ does мен жауап береміз. Does she десе yes, she does, немесе no, she doesn't. Мінеке осылай мысалдарға қарап, қарапайым сөйлемдерді құрастырып үйренейік. Мен New English каналыма тіркелуге шақырамын. New English каналында жалпы біз сабақтарды енді түсіріп бастап салып жатырмын. Одан бөлек бізде жиынтық, ТЖБ, БЖБ, яғни 5-9 сынып аралығында салынған тапсырмалар түсіндірілген. Және одан бөлекте ағылшын тілінде фигуралар, жалпы шақ, 12 шақты, оңай түсіндіру жолдары деген сияқты, яғни пайдалы ақпараттар таба аласыңдар. Көбінесе мен мектеп оқушыларына арналған видеолар түсіріп жатырмын. Алдағы уақытта кішкентай балалардан бастап үлкендерге дейін сөйлету методикасын салмақшымын, сондықтан сабақтарым үзбей қарап жүруге шақырамын.